сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы Мағжанұлы ақын. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Мағжан Жұмабаевтың өмірбаянымен танысамыз. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасықкөл деген жерде туған. Жұмыс 104 бет 5 тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Мағжан Абайдың 1909 жылы Петербургте жарық көрген өлеңдерін оқып сусындайды. Ақын мұнан әрі білімін Уфадағы Ғалия медресесінде жалғастырады. Мағжан өлеңдері тұңғыш рет қазанда Кәрімовтар баспаханасынан басылып шығады. Бұған қол ұшын берген ұстазы Ғалымжан Ибрагимов. Мағжан омбыдағы оқытушылар семинариясына оқуға түсіп, алтын медальмен бітіреді. Мағжан ана тілінің мол байлығын бойына барынша сіңірген, орыс тілінде жетік білген. Ол Пушкин, Лермонтов, Горький, Байрон, Гете тағы да басқа ақын жазушылардың шығармаларымен танысып, таңдаулы туындыларын ана тілімізге аударды. Мағжан лирик, сыршыл ақын. Ақын лирикасының тақырыптары сан алуан. Туған жер, ата мекен, халық тағдыры, адамгершілік, шынайы махаббат және тағы басқа. Мағжан эпик ақын. Оның қаламынан Батыр Баян, Қорқыт, Жүсіп хан сияқты поэмалар туған. Батыр Баян поэмасында жүрегінің ыстық сезімін өлең өрнегіне шынайылықпен түсірген. Мағжан Жұмабаев көрнекті жазушы, ақын, публицист. Оқылым тапсырмасы негізінде келесі тапсырмаларды орындайық. Асты сызылған сөздерді қазақ тіліне аударып, сөйлемдерді оқыңыздар. Бірінші сөйлем. 10 омбыдағы оқытушылар семинариясына оқуға түсіп, золотой медальмен бітіреді. 10 золотой сөздерін қазақ тіліне аударыңыздар. Екінші сөйлем. Ақын мұнан әрі свое знание Қазандағы Ғалия медресесінде жалғастырады. Свое знание деген сөзін қазақ тіліне аударыңыздар. Үшінші сөйлем. Мағжан стихи впервые Қазанда Кәрімовтар баспаханасынан басылып шығады. Стихи впервые қазақ тіліне аударыңыздар. Ақын лирикасының тақырыптары сан алуан. Родная земля, ата мекен, народа судьба, любовь. Родная земля, народа судьба, любовь деген сөздерін қазақ тіліне аударып, осы сөйлемдерді аудио жазбаға жазғызып, маған жеке WhatsApp чатына жіберіңіздер. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендір. Сол жағында Ғалия, басылып, Кәрімовтер, Батыр Баян, шығыс, ауыл деген сөздер, ал оң жағына мұғалімі шығады медресесінде баспаханасы, поэмасы, әдебиеті деген сөздер берілген. Осы сөздерді бір-бірімен мағынасына қарай сәйкестендіру қажет. Мысалы, Ғалия медресесінде, басылып, шығады. Кәрімовтер баспаханасы. Батыр Баян поэмасы. Шығыс әдебиеті. Ауыл мұғалімі. Ғалия медресесінде басылып шығады. Кәрімовтер баспаханасы,
Батыр баян поэмасы, шығыс әдебиеті, ауыл мұғалімі. WhatsApp чатына неше жауап дұрыс шыққанын маған жіберіңіздер. Енді келесі тапсырма 103 бет. 3 тапсырма сан есімдерді қолданып сөйлем құрастыру. Осы тапсырма үй тапсырмасы болып саналады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.